Қайырлы күн достар, сіздермен бірге бүгін манная каша жасап үйренеміз. Ең алдымен сүт құямыз, 1 стакан сүт. 2 стакан сүт. Одан кейін ыстық су құямыз. Екі стакан ыстық су құямыз. Манная кашамызды бөлек ыдысқа салып аламыз. Жаймендеп қайнап бастағанда сала бастаймыз. Ақырындап. Орташа отта 3 минут қайнатып аламыз. Орташа отта 3 минут қайнатып алғаннан кейін жай отта тағы 2 минут қайнатамыз. Отты пәсетеміз. Жай отта және 2 минут. Сонымен кашамыз дайын болады. Бұл кашаның дәміне қарай тұз, қант саламыз. Мен тәтті болғанын жақсы көремін, сондықтан 2 қасық қант саламын. Сіз өз қалауыңызша сала бересіз. Біздің кашамыз дайын. Дайын болған кашамызды міне біздің кашамыз дайын. Өте керемет. Астарыңыз дәмді болсын.